Сәлем достар, бүгін мынау сағаттың электр батарейкасын, яғни қуат түймешесін ауыстырамыз. Ол үшін менде мынандай артын ашу үшін қақпағын. Менде мынандай инструмент бар, құрал. Бұл құралдың аты штангенциркуль. Енді бұл өлшем үшін сондай құрал өлшейді. Ал маған қолайлысы бұны мынау артқы қақпағын бұрап ашу. Мына қазір жоғарыдан үлкен қылып көрсетіп тұр. Енді кішкене дәлелдеп тұр, өйткені мынау үстеліміз қимылдап. Дегенмен міне қақпақ ашылды. Сонан кейін мен осы бейнеде бұны өте абайлап қалай ауыстыруға болатынын айтып бермекшімін. Мына біз ішінде көріп тұрмыз, мына ішінде не бар екен. Ал мына өзі атып шықты. Ең бастысы бұл жерде мынау қимылдайтын мынау мынаны басып тұратын темірі. Міне біз былай солға қарата серіппелі ғой бұл темірі. Менікі тот басып кетті мен пышағым. Ал серіппелі. Міне қазір мынаны міне өзі атып шықты. Сондықтан осыны қысып тұратын серіппелі осындай бір темірді сәл ғана қозғасаң болды, мына өз түймешесі өзі атып шығады. Сондықтан егер ауыстыратын болсаңыздар, міндетті түрде сол мынау енді осыған ұқсас ол әртүрлі болып келеді. Әр сағаттың механизмі әртүрлі. Енді мынау мен қанша жыл болған 20 жылға тақап қалды мынау сағат. Мына ішіндегі механизмі мен ауыстырғам. Механизмі қисық кетіп қалды. Міне дәл орнына қондырып мынау серіппесін кері қарата тарту керек. Сол кезде орнына келеді. Міне сөйтіп орнына келді. Енді мынау қозғалтпайтын өзінің қалпы бар. Мынау несі жақтауы. Соны орнына қойдық. Содан кейін мынаны қақпағын орнына қазір бұрап саламыз. Қақпақ неше түрлі болады.
мен мынау кері қарта неткен себебім, өйткені мынаның бұрандамасын табу үшін сарт ете қалу керек. Содан кейін мына орнына келді ау деймін. Енді қазір оны мен арнайы көзілдірік киіп оны істермін, бірақ мынау сағатымыз туралаймыз. Міне жүріп кетті. Ал қазір сағат 10-нан бұның ішінде Жапон механизмі, Жапон механикасы айына 20 секунд немесе алға, немесе артқа жүреді. Қалыс болады. Сондықтан жаман емес деп айтуға болады. Ондай. Қазір бізде 10-нан 7 минут кетті. Мынаусын тартып 10-нан 8 кетті. Тоғыз болып қалыпты. Міне осындай бүгінгі бейнетаспа.